Қайырлы күн, құрметті көрермен. Маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Қазіргі таңда бауырың ауырып, балтырың сыздаған кезде медицина қызметкерлеріне жүгінеміз. Олардың еңбектері бүгінгі таңда теңдессіз деп айтсақ болады. Осы мақсатта бүгін сұхбатымызға, бүгінгі студиямызға Ақжайық аудандық ауруханасының меңгерушісі Мұрадома Әселхан Берікқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Қазіргі таңда бүгінгі сұхбатымыз, жаңа айттым, 3-ші жексенбі маусым айының медицина қызметкерлерінің күні деп. Жалпы өзіңіз ақ халатты абзал жан ретінде осы салаға не үшін келдіңіз, не үшін осы саланы таңдадыңыз, несімен қызықтырды сізді? Осы жағынан айтып жіберсеңіз бастасақ. Қайырлы күн. Мен осы салаға келгеніме 2017 жылы Ақтөбе медициналық университетін бітіріп, ең бірінші Орал қаласындағы 5-ші қалалық емханада жұмысымды бастадым. Ондағы мақсатым менің нағашы апам осы медицина саласында қызмет етті 40 жыл. Мен 2017 жылы бітірген жылы ол кісі зейнеткерлік демалысқа шықты. Кішкентайымыздан сол кісінің ақ халат кигенін, жұмысына барып жүрдік. Кішкентай ауырғанда сол кісі қарататын, және де сол кісінің қалай мейірімді, өте мейірімді кісі болды. Соған қызыққан болармыз нағашы апама. Содан осы саланы бітіргеннен биология пәнін таңдап, осы саланы таңдадым. Ең бірінші осы 2010 жылы Ақтөбе қаласына оқуға түстім. 17 жылы бітіріп, сол еңбек жолымды 5-ші қалалық емханадан бастадым. 19 жылы осы Ақжайық аудандық ауруханасына жалпы тәжірибелі дәрігер болып жұмысымды жалғастырдым. Содан бері осы ауданда қызмет етіп келемін. Қазіргі таңда емхана меңгерушісі болып жасаймын. Таңдағаныма қателестім деп ойламаймын. Қуаныштымын осы мамандыққа келгеніме Алла бұйыртып. Өзіңіздің шын жүректен таңдаған мамандығым. Жалпы жұмысыңызда бір қатты бір қиын тұстары болады, енді мамандығыңыз оңай дүние емес. Соның бір ең бір қиын тұсы болды ма? Есіңізде қалған? Енді кез келген медицина қызметкері үшін жауапкершілікті арқалап жүру ең қиыны деп ойлаймын. Себебі біздің жұмыс адамның өмірімен, денсаулығымен байланысты болғандықтан ондай жағдайлар енді көп болып тұрады. Себебі аудандық ауруханаға осы жұмысқа келгенімде, енді қалалық жерде жасағанда біз емханада жұмыс жасадық қой. Онда стационар деген болған жоқ. Стационарда жұмыс жасаған жоқ, чисто емханада жұмыс жасадым. Қазір ауданға келгенде емханада да, стационарда да кезекшілік алып жатамыз. Жиі ауыр науқастармен бетпе-бет келіп жатамыз. Енді және қалаға пациенттер тасымалдаймыз. Ең бірінші 2019 жылы жұмысқа келгенінде тяжелый инфаркт миокарда дейміз ғой, енді жайылмалы. Жаңғал ауданының тұрғынын апарған бесімде. Енді ауыр халде болды. Ол кезде маман жетіспеушілігі бар. Енді реаниматологтар біреу болды, ол кезде қазіргі жағдайда біз екеу. Мейіргерім екеуміз тасымалдадық. Орал тауға көтеріле бергенде остановка берді. Енді сол кезде өмір бойы ұмытпаймын ол кісі. Бірақ аман қалды, алып қалып кардиоцентрге, облыстық кардиология орталыққа жеткіздік, аман-есен. Операциядан өтті науқас, қазіргі жағдайда жақсы ол кісі. Енді кейін алғысын айтып кетті кейін ол кісі. Сол қуанып қалдық сол кезде, енді аман-есен жеткізіп не істегенімізге. Бірақ енді өмір бойы ұмытпаймын деп ойлаймын. Себебі қорыққаным соншалық, асыққанын ампуланы сындырамыз ғой қолынан, қолына әйнектің кіргеніне деген байқамай қалған бұл. Енді өміріңіздегі бір есте қалған ең ерекше және науқас әрі ерекше оқиға болды ғой, осы? Иә, есімде қорыққан кезім болған болар, енді адамның өмірі қанша дегенмен. Бірінші рет тасымалдап тұрған кезім ол кезде, енді жас 2 жыл тәжірибемен келіп тұрған кезім ғой. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, апама қарап осы мамандықты таңдадым деген сияқты. Ол кездегі сіздің бала кезіңіздегі немесе жаңа апаңыздың кезіндегі медицинамен енді хабардар шығарсыз ол кезде. Қазіргі медицинаның айырмашылықтары бар ма? Қазір мысалға пікір қалыптасқан, бұрын ауруды таппасу қиын, қазір түрлі аппараттар бар деген сияқты. Ол жеңілдет жағдай ма, әлде керісінше күрделендіре ме? Әрине, көптеген айырмашылықтар бар. Себебі ғылым мен технологияның дамуына байланысты ғой. Енді қазір бұрынғы кезде дәрігер тек шағымдарына қарап науқастың қарау арқылы диагноз қоятын. Ал қазір манағы айтып отқандай көптеген МРТ, КТ, УЗИ, көптеген анализ результаттары, ИФА методын, ПЦР методын қазір шығып жатыр ғой, түрлі-түрлі. Оның өзі нақты диагноз қоюға, нақты емдеуге көп көмегін тиеді. Қазір естіп жатқан боларсыздар, жасанды интеллект деген де бар, телемедицина дегендер бар. Бұрында телемедицинаның бір көп көмегі
алыс шалғай аймақтардағы ауылдарға телемедицина арқылы кеңес ала алады. Қазіргі таңда бізде дистанционный услуги дейді, мысалға ауылдық жерлердің фельдшерлері біздерге хабарласу арқылы ЭКГ-сын жібереді, мысалы WhatsApp-тың өзімен болса да, и видео звоноктар арқылы, телемедицина арқылы қосымша еміне не ала алады, кеңес ала алады. Қазіргі технологияның дамығаны мүмкіндік және береді. көптеген аурулар қазір естіп жатқан боларсыздар, нақты дәлелді медицина арқылы зерттеліп, нақты емдер тағайындалып жатыр. Яғни бұрын примерно енді протокол бойынша емделді ғой, қазір дәлелді медицинамен жұмыс жасап жатыр уже. Сондықтан мүмкіншіліктері көп деп ойлаймын оның. Мысалға қазір пікір бар ғой, онкологиялық аурулар өте көп қоғамда. Бұрын аз еді, қазір көп деген сияқты үлкендердің айтып жатқанын естиміз ғой. Оның да мысалға екі түрлі себебін айтады. Бұрын енді дәл онкологиялық ауру екен таппасып ешкім білген жоқ. Сондықтан ол жаңағыдай тап айтылған да жоқ көп. Екіншіден қазір экология деп айтады. Мысалы жаңағыдай технологиямен қазіргінің байланысына айтып отқаным ғой. Енді жаңа ковид кезіндегі дәрігерлердің орнын білеміз. Жаңағыдай енді жаның қиналған кезде, ауырған кезде сіздерге жүгінеміз ғой, шыны керек. Осы кезде бір сұрақ туындайды, медицина қызметкерлерінің қазіргі осы қоғамдағы рөлі қандай, жалпы бағаланып жатыр ма, көңіл тола ма деген сияқты ғой. Енді мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаулар мысалға сіздерді қанағаттандыра ма? Әрбір медицина қызметкерлерінің қоғамдағы рөлі жоғары деп ойлаймын, себебі адам өміріне, денсаулығына қатысты болғандықтан. Енді медицина қызметкерлеріне жалпы дәрігер болсын, мергел болсын, басқа да мамандықтар, осы медицина саласында жүрген мамандарға мемлекет тарапынан көмектер бар. Қазір дипломмен ауылға, сосын облыстық мәслихат арқылы мысалға басқа облыстан келген дәрігерлерге подъемныйлар беріп жатыр, 8,5 миллион. Бізде қателеспесем 4 дәрігеріміз келді. Тағы да келіп жатыр, мысалы 2 гинекологымыз келді районға. Мен ойлаймын, жан-жақтан қолдау бар. Ол мемлекет тарапынан да, бір жағынан халыққа да жақсы. Үлкен аудан орталығы болғандықтан барлық мамандардың өзімізде болғаны. Негізі біздің аудандық аурухананың басқа аудандардан ерекшелігі инсультный орталығымыз бар, КТ аппаратымыз бар мысалға. Басқа аудандардан инсульт алған пациенттер бізге келіп жатып жатады. Мамандар, профильный специалистер дейміз ғой, жақсы қамтылған бізде мамандар жеткілікті былай. Енді кадр жетіспеушілігі қашанда болады, бар, бірақ басшылық жұмыстанып шақырып жатыр. Жалпы ана өзіңіз айттыңыз, ең алғашқы бір ерекше оқиға, ерекше науқас дедік қой, жаңа жол бойында. Мысалға сондай күрделі жағдайларда, стрессті жағдайларда өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Негізі енді күрделі жағдайлар жұмыс болғасын болады ғой, бірақ бізде коллектив дейді ғой, ұйымшыл. Күрделі мысалға манағыдай диагнозы бар науқастар шеше алмай жатқан жағдайда консилиум деген болады бізде. Консилиум арқылы бірігіп, аға буынды дәрігерлеріміз бар, коллегаларымыз, солармен кеңесіп, басшылықпен бірге отырып шешеміз. Но енді айтарым, кез келген енді күрделі жағдай кезінде ең бір сабырлылық қой. Сосын бір жағынан жұмыс, енді медицина саласында жұмыс жасау оңай емес, енді бәріне де білетін шығар деп ойлаймын. Отбасының да қолдауы, қашанда отбасының қолдауы отса, жұмыстың қиындығы, коллектив жақсы болса, жұмыстың қиындығы білінбейді деп ойлаймын. Ең бірінші мотивация кез келген медицина қызметкері үшін ол науқас адамның алғысы. Алғыс айтып беріп жатса, алғыс айтып жатады, көбінесе рахмет айтып жатады. Соның өзі біздер үшін үлкен мотивация болып саналады. Жігерлендіреді. Тағайындалған ем болып нәтижесін көріп жатсақ, тоже бізде үлкен жігерлендіретін мотивация болып саналады. Жаңа айттық қой, маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні, кәсіби мерекелеріңіз. Осы күннің маңызы қандай сіз үшін? Енді медицина қызметкерлері күні ерекше мерекелердің бірі деп ойлаймын, себебі жаңа айтып өткендей, халықтың денсаулығы ең бірінші ол қоғамның дамуына әсер ететін нәрсе ғой. Дәрігерлердің еңбегінің көрінетін, дәрігер емес, жалпылама медицина қызметкерлерінің еңбегі бағаланатын күн деп ойлаймын енді. Енді жалпы бір-ақ күнмен шектеліп қалмай, жыл 12 ай құрмет назарда, құрметте болатын мамандық қой десе де, осы ерекше аталып өтілетіні осы маусым айының 3-ші жексенбісі. Енді жаңа бұрын қазіргі таңда түлектердің көбі мұғалімдікке баруға тырысады, себебі ол жақтағы
жалақысы жоғары деген сияқты ғой. Сол секілді мысалы медицинаға да қызығушылық жастар арасында өте көп. Қазір педагогика, медицинаға қызығушылық көп. Сол медицинаға келіп жатқан жастарға айтар түлектерге немесе болашағында медицинамен байланыстыратын айтар ақылыңыз, кеңесіңіз бар ма? Ең бірінші медицина қызметкері болу үшін ең бірінші үлкен жауапкершілік керек. Адамның өмірі, адамның денсаулығы. Екінші, үздіксіз ізденісте білімде болу. Себебі медицина бір орында қалмайды. Ғылым, технология күнде дамып жатыр. Күнде диагностикалық хаттамалар өзгеріп жатыр. Үздіксіз білім керек. Ең біріншісі жауапкершілік және білім дейсіз. Сабырлылық керек, әрине, ұқыптылық керек. Жаңа енді әріптестеріңізге айтар тілегіңіз, немесе жас мамандарға айтар кеңесіңіз болса осы жерде. Құрметті менің әріптестерім, барлықтарыңызды осы келе жатқан медицина қызметкерлері күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға кәсіби табыс тілеймін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрқашан тек алғыс айтатын науқастарыңыз болсын, халқымыздың дені сау болсын. Тек жақсылықтар тілеймін. Рахмет. Енді бүгінгі студиямызға келіп, сұхбат беріп, ойыңызбен бөліскеніңіз үшін көптен көп алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз еселене берсін. Жалпы еңбектеріңізге табыс және жоғары мәртебе тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.